Халқын, жұртын, елін мақтан бүгін, жан сырынды жайып сап ақтар бүгін. Мейірім үстем мерекем болсын құтты, сан ғасырлар жоғалтып тапқан бүгін. Тәуелсіздік тұғырлы еркіндігін, күмбірлейді күй болып шертіл дүнін. Келген жоқ қой бостандық бостан босқа, шын болаттай елім менің серпіл бүгін. Тұлғасы бол елім менің бар биіктің, ән шырқасын әр күнін жаңғырыптым. Егері бола бер Қазақстан, таңдандырар өзіңді мәңгіліктің. Құрметті қазақстандықтар, шахтинск тұрғындары, оқушылар және ұстаздар, сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол уақыт, жұмыстарыңызда шығармашылық, алға қойған мақсаттарыңызды облыстарыңызда, республикамызда және халықаралық деңгейде жүзеге асырылуын тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Дорогие казахстанцы, коллеги и друзья, примите наши сердечные поздравления с государственным праздником, Днем независимости Республики. Независимость – это свобода, это сила, это благосостояние, это духовность. От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, дальнейших успехов в своей нелегкой, но очень ответственной работе, творческого подъема и реализации смелых проектов, благополучия в семьях, успешной деятельности на благо нашей Республики Казахстан. В школе мы изучили новую технику живопись шерстью. Я решила выбрать тему осенний натюрморт, где я изобразила осенние листья, яблоки и казахский национальный белый сосуд с национальным орнаментом. А на моей работе вы увидите двух танцующих девушек в казахских нарядах. Желбіресін күнінде тәуелсіздік байрағы, әрқашанда елімде бұзылмасын қаймағы, ұмытылмас ерлігі, арыстардың азаттер, сақталсын ел бірлігі, ақталсын қан мен тер.